Қайсы не деп жатсың? Сен сразу ответ бермесе оған, қазір сен сразу ответ беретін болсаң, ол сені күтіп отыр деп ойлап қалады ғой. Азамат па саған ұнамайтын, бүйтіп айт. 3 кредитім бар деп басымда. Шуып алып бересің деп айт. Өзі-ақ қашып кетеді. Отвечаю. Айжан, саған кеше 30 рет звондадым ғой. Неужели сен трубкаңды аламайсың хоть бір рет? Болды енді, керек емес, болды, звондамай қойшы маған, кетші. Проблема болып тұр менде. 50 мың теңге жоғалтып алған ғой, 50 мың. Менікі емес қой, мамандікі ғой, не деймін енді мамаға? Кеше ғана алған телефонымды быт-шыт қылып түгі қалмай сындырып алғанмын ғой. 500 мың алғам еще кредитқа. Мама мені сояды. Қыздар, қысқасы үшеуміз бірігіп бір бизнес ашамыз. Бәрімізде бір машина, 2 этажды үй жалдаймыз, сол жақта тұрамыз. Үшеуміз, короче, іші тап-таза күшті болады ғой, енді былай да былай. Ну, енді бренд ашсақ та болады өзіміздің. деп. Айман, бизнес ашамыз ғой, енді ол бизнесті ашып тұрмыз ғой. Бірақ бірінші тамақ ішіп алайықшы. Жүр, тамақ ішейік.